Быйыл елімізде алғаш рет мұғалімдер күні мерекесі 5 қазанда мерекеленуде. Тиісті қаулыны Қазақстан Республикасы үкіметі быйыл 13 наурызда қабылдаған болатын. Айтулы мерекеге орай бүгін Ертіс концерт үлкен залында салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиын барысында саналы ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнап білім беру саласына үлес қосқан ұстаздарға облыс әкімі Ермек Көшербаев мемлекеттік наградалар мен алғыс хаттар табыс етті. Ұстаздар еліміздің болашағына зор үлес қосатын жандар. Жылдан жылға мұғалімдердің беделін арттыруға, әлеуметтік жағдайын жақсартуға ерекше көңіл бөлінуде. Білім ордасында заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған кабинеттер ашылып жатыр. Марапатталған ұстаздар қатарында Зайсан ауданы Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Толқын Дуланбаева да бар. 33 жыл бойы ұстаздық қызметте жүрген ол бүгін Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағына ие болды. Бүгінгі марапатым енді Қазақстан еңбек сіңірген ұстазы деген марапат үлкен жолмен келді. Көптеген қиындықтармен, әрине шәкірттердің жетістігімен, өзімнің еңбек жолындағы жетістіктерімен келді. Құрметті ұстаздар, барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге ең бастысы денсаулық, одан кейін жақсы шәкірттердің жетістігін көруге және шығармашылық табыс тілеймін. Қазір Шығыс Қазақстан облысында 11 мыңнан астам педагог бар. Бүгінгі шараға облыстың түкпір-түкпірінен жас мамандар да шақыртылыпты.